Сәлеметсіздер ме оқырмандар? 5 бөлім тарихи тұлғалар лексика. 1 параграф 300-дің төбе биі Төле би. 1 тапсырма оқылым. Мәтінді түсіндіріп оқып, стилін анықтаңдар. Төле би мен Тайкелтір. Төле бабамыз өзінен кейінгі талай би шешендерді тәрбиелеген ұстаз болыпты. Бұған Тайкелтір шешенді қалай баулығанын дәлел етсек те жеткілікті. Тайкелтір шешен жас кезінде жоғалған бір тайлағын іздеп кездейсоқ Төле бидің үйіне тап болады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кімнің баласы боласың? Айдаболдың баласымын. Балам, атың кім? Тайкелтір. Әкең саған болмас ат қойғаны қалай? Тақсыр. Әкем мен жақсы болсам, ата-бабаға атақ абырой. Ат келтірсін. Жаман болсам, тай келтірсін деп қойған болар. Төле би 12 жастағы баладан мұндай жауап күтпеген еді. Баланың тайсалмай жауап беріп тұрғанын атып, қалың қабағын көтеріп тесіле қарапты. Балам, бір шаруамен жүрсің бе? Жай ел қыдырып бел жазуға шықтың ба? Бір тайлағым ауа жайылып желден кетіпті, соны іздеп шу бойындағы қалың елді сүзіп келемін. Балам, тайлағың табылар, Құдай айдап ойда жоқ жерде біздің үйге кез болдың. Осында қонып әкеңнің сыбағасын жеп кет. Әкең досым еді, ол шудың аяғын, мен шудың басын жайлап жатушы едік. Көптен қатыса алмай жүрміз. Шүкір ата, сіз ұйғарсаңыз қонайын, дейді бала. Төле бидің бәйбішесі қымызын сапырып, алдын Төлеге ұсынып, екінші тостағанды балаға бергізеді. Одан соң қымыз төрде жағалай отырған ақсақалдарға беріледі. Төле бидің жас балаға сонша ілтипат көрсеткені адам тіл қата алмайтын Төлеге баланың тақылдап жауап беруі шалдарға шаншудай тиіпті. Бірақ Төледен батып ешкім ештеңе айта алмайды. Қымыз ішіліп, дастархан жиналған соң қонақтарды күтіп жүрген орта бойлы дембелше жігіт бір сарбасты босағадан көлденеңдетіп, бата беріңіздер дегенде төрде күнімен қымыз алып отырған ақсақалдар ыңғайланып қолдарын көтере береді. Қонақ бала батаға қол көтермейді. Балам, неге қолыңды жаймайсың? Мен бұл қойдың батасына қол көтермеймін, дейді Тайкелтір байыппен. Шалдар неге десіп қалады. Тайкелтір күле сөйлеп былай жауап береді. Қой сіздерге арналса, баталарыңызды беріп сойғыза беріңіздер. Ал егер маған арнап әкелінген мал болса, батасын өзім беремін. Әлгінде Төле атамның әкеңнің сыбағасын жеп кет деген сөзі бар еді. Мен бұл қойдың кімнің сыбағасы екенін түсінбей отырмын. Төрде отырған қаба сақал қара шал не айтарын білмей сасқалақтай біресе Төлеге, біресе жанындағыларға жалтақтап қарай береді. Өзің бір тақылдақ пәле екенсің, ата мен пәле емес баламын. Бағанадан үндемей сөз сәрін байқап отырған Төле Тайкелтірдің мына сөзінен тосылып былай дейді. Иә, Тайкелтір балам дұрыс айтады. Әкеңнің сыбағасын жеп кет дегенім рас. Айдаболдың осы дастарханнан жылда жеп жүргені тоқты торым емес. Қыста бие, жазда құлын тай болатын. Бар, қойды қоя бер де жылқыдан бір құлын алып кел. Мәтін ауызекі стилінде жазылған. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтіннен қандай салт дәстүрлерді аңғардыңдар? Тайкелтір неге батаға қолын жаймады? Тайкелтірдің қабілеті байқалатын жуық жауапты көрсетіңдер. Мәтінде сыбаға беру, бата беру секілді салт дәстүрлер айтылған. Төле қой сойғанға әкеме берген сыбағасы осы болды ма деп ойлады. Сондықтан батаға қолын жаймады. Тайкелтірдің қабілеті байқалатын жауап, яғни мұнда В даналығын білдіреді. Енді әдеби тілдік норма, тіл қоғамдық құбылыс. Қоғамдағы әртүрлі өзгерістер тілдің сөздік құрамына да әсерін тигізеді. Өндіріс үдерісінде жаңа сөздер пайда болып жатса, кейде кейбір сөздер қолданыстан шығып қалып жатады. Қолданыстан шығып қалып тарихи шығармаларда ғана кездесетін мағынасы көмескі сөздерді көнерген сөздер дейміз. Көнерген сөздер екі топқа бөлінеді. Бірінші архаизмдер, екінші тарихи сөздер. Халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт сана, әдет ғұрпына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып отыратын, ескіріп пайдаланудан бір жола шығып қалған сөздер архаизмдер деп аталады. Мысалы, отарба, пойыз, аэроплан, ұшақ, жасақ немесе қол әскер, жатақ, отырықшы, қосын, ұйым тағы басқа. Кейбір сөздер өздері атайтын заттар мен құбылыстардың ескіріп жоғалумен байланысты сирек қолданылады, немесе қолданылудан мүлдем шығып қалады. Көнерген сөздердің бұл түрі тарихи сөздер, историзмдер деп аталады. Мысалы, қорамсақ, шабарман, сауын айту, сұлтан, ояз, барымта, малай, күң, құл, бай, болыс тағы басқа. Көнерген сөздер көркем шығармалар мен ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылады.
Көнерген сөздердің кейбіреуі тілден мүлдем шығып, қолданудан қалып жатса, кейбіреуі тілімізге қайта оралып жатуы да мүмкін. Мәселен, бесік құда, жарыс қазан, сәукеле, шапан, мырза, ханым, сарбаз, қазы, бикеш сияқты сөздер тілімізге қайта оралып қолданылып жүр. Екінші тапсырма. Оқылым мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздер көнерген сөзге жатама. Егер көнерген сөз болса, оның қай түрі? Мұнда қою әріппен берілген тақсыр, сыбаға, бәйбіше, тостаған бата, сарбасты, тоқты, торым, бұлар көнерген сөздерге жатады, соның ішіндегі тарихи сөздер. Үшінші тапсырма. Жазылым. Оқылым мәтініне қарапайым жоспар құрыңдар. Жоспары. Бала Тайкелтірдің Төле бидің үйіне келуі, Тайкелтірдің өз есімін түсіндіруі. Сыбаға. Бата сұрау. Тайкелтірдің батаға қол жаймауы, Төленің тайлақты алдыруы. Төртінші тапсырма. Ізденімдік деңгейіндегі тапсырма. Ғаламтор мен газет-журналдардан Төле би туралы ақпарат жинап, авторына сілтеме жасаңдар. Төле Әлібек ұлы 1663-1756 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың қоғам қайраткері, шешен, ұлы жүздің бас биі, Қазыбек Әйтеке бидің қолдауымен 300-ге төбе би болып сайланған. Артында бүтін билікке төбе би жеткен деген сөз қалған тарихи тұлға. 7 жарғыны жасаушыларының бірі. Әлібек ұлы Төле бидің атасы Құдайберді би Есімхан мен Тұрсынхан егесі кезінде Есімханды қолдаған. Қазбекбек Тауасарұлының түп тұқиянынан өзіме дейін кітабынан. Яғни Есімхан тұсындағы халық аузында Есімханның ескі жолы атанып кеткен қазақ халқының заңдар жинағын құрастыруға қатысқан билердің бірі деп айтуға толық негіз бар. Өз заманында қазақ хандығының тұтастығы үшін күрескен қайраткер. Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнерінің дәстүрлерін жастайынан бойына сіңіріп өскен зерделі сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнері арқасында таныла бастайды. Бесінші тапсырма. Би шешендердің сөздері халықтық тәлім-тәрбие құралы деген тақырыпқа дәлелдемелік эссе, сөз саны 90 жазыңдар. Эссенің құрамында көнерген сөздердің қай түрінің көбірек қолданылғанына назар аударыңдар. Би шешендердің сөздері халықтың тәлім-тәрбие құралы ретінде ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп отыр. Шешендік сөздер ұлттық ақыл-ойды, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыпты қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Бұл сөздерде халықтың өмірлік тәжірибесі, философиялық ойлары, адамгершілік құндылықтары бейнеленген. Би шешендердің айтқан ақыл сөздері ұрпақтарға ақыл кеңес береді, өмірдегі қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Ел ішінде Төле би айтты деген мынадай нақыл сөздер бар. Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшысы болмаса ел жетім, ұқпасқа айтқан сөз жетім деген жолдардан жер жаңбыр арқылы көгеретінін, елді басшы басқармаса болмайтынын және тыңдамайтын адамға айтқан сөздің далаға кететінін түсінеміз. Тағы сондайлар. Ойымды қорытындылай келе, шешендік сөздердің жастарға берер тәлім-тәрбиесі мол. Оқи отырып, көңілге тоқи білейік. Бұл мәтінде би және шешен деген көнерген сөздер кездеседі.